Сәлем қайырлы күн достар, бүгін сіздермен баклажан қосылған салат жабатын боламыз. Алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған майымыздың үстінен осылай алдын ала жуып туралған баклажандарымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, баклажандарымызды кішкене қызартып, және үстінен аздаған тұзымызды сүйіп жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылған баклажандарымызды осындай немен сүзгімен алып, осылайша сүзгілеп, бөлек ыдысқа салып қоятын боламыз. Енді осы қызып тұрған майымыздың үстінен жақсылап туралған пиязымызды салып, оны да кішкене қуырып алғаннан соң, оның үстінен тұзымызды салатын боламыз. Пиязымыз қуырылғаннан соң, оның үстінен тағы алдын ала туралған осылай сәбізімізді салып, дәл видеодағыдай етіп барлығын турап аласыздар. Сәбізімізден соң қызыл және көк болгар бұрыштарын турап, барлығын жақсылап осылайша араластырып алатын боламыз. Тұзын шамамен қосасыздар. Мен грамм мөлшерлерін осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдыратын боламын. Осылай барлығы қуырылғаннан соң, оның үстінен қызанағымызды, яғни помидорымызды салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылғаннан кейін, бір қайнап шыққаннан кейін, оның үстіне осылай алдын ала туралған укропымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң, одан кейін алдын ала ашып туралған осылай чесноктарымызды үстінен салып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп барлық массаларды осылай турап аласыздар. Барлығын турап алғаннан соң, жақсылап міне бір кішкене қайнап шыққаннан кейін, оның үстінен жаңағы қуырған баклажандарымызды салып, оның үстінен бір пиала шекерімізді салып алатын боламыз. Осылайша бәрін салып алғаннан соң, осы неміз салатымызды қайнатуға қоятын боламыз. Қайнап шыққан салатымыз міне біздің дайын. Банкілерімізді париттап, осының ішіне құйып, банкаларымызды жауып беруге болады. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма подписаться батырмасын басып, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл менің парақшамнан өте керекті, пайдалы, қарапайым рецепттермен бөліскен. Міндетті түрде көріп, жасап көріңіздер.